Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге екі түрлі лағманды жасап көрсететін боламын. Менде мына жерде гүйрі лағман және де жарыни лағман екеуін жасап көрсететін боламын. Менде мына жерде етімізді жіңішке етіп турап аламыз да үстіне соя суымен және де дәмдеуіштерді салып 1-2 сағатқа тұндырып қоямыз. Мен осылайша етіп алдын ала турап алдым. Менде мына жерде пиправа, кинзаның ұнтағы, тұз үшеуін саламыз да соя суын құйып, жақсылап араластырып қоямыз. Мен сіздерге граммын барлығын видеоның астына жазып қалдырып кететін боламын. Осылайша етіп барлығын араластырып, бетін пленкамен жауып, холодильникке 2 сағатқа қалдырамыз. Міне достар, осылайша етіп барлығын маринаттап қоятын болсақ, етіміз жылдам әрі тез пісетін болады. Бойына дәмі барлық дәмдеуіштер сіңіп, әдемі дәм беріп тұрады. Менде мына жерде салатын заттарым, ыдысымызға майды құямыз да бірінші етіміздің барлығын салып, бір келкі өз сөлі шыққанша жақсылап қуырып аламыз. Етім қуырылғанша мен көкөністерімді турауға келдім және менде мына жерде болгар бұрышы, осылайша 4 бұрышты тәрізді етіп барлығын турап аламыз. Осылайша 4 бұрышты тәрізді етіп болгар бұрышымды турап аламыз да, одан кейін жасыл болгар бұрышы бар менде, соны да турап аламыз. Барлығын осылайша 4 бұрышты тәрізді етіп турап аламыз. Турап алған болгар бұрыштарымды бір ыдысқа салып, бір шетке қоя тұрамын. Және пиязымызды турамаймыз. Осылайша 4 бөлеміз де 4-ке бөліп, әрқайсысын өз қабатынан ажыратып аламыз. Осылайша салуымыз керек. Өте көрінісі әдемі болып шығады және де дәмі керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер осы рецептмен. Өте дәмді шығатынына сөзсіз сенімдімін. Бір жасағаннан керемет болып шығады. Ажыратып алған пияздарымызды бір ыдысымызға саламыз да екінші пиязымызға көшеміз. Менде 2 кішкене пияз. Осылайша етіп екінші пиязымызды да 4-ке бөліп, осылай бір-бірінен ажыратып аламыз қабаттарын. Енді кезекте менде 3 тісше чеснок, соны осылайша домалақ тәрізді етіп турап аламыз. Турап алған чесногымызды пиязымыздың жанына қойып, бір ыдысқа салып аламыз осылайша. Менде енді пекинский капуста, осының жапырағын, менде 5-6 жапырақ, оның жапырағын алмаймыз. Ішіндегі осылайша қалың жеріндегі тамырын аламыз осылай. Тамырынан ажыратып аламыз да, жапырағын салатқа қолдансаңыздар болады. Маған қажеті керек болмағандықтан осылайша етіп ажыратып алдық. Етіміздің суы тартқанша осылайша етіп бір қуырып жақсылап өз сөліне қуырып аламыз. Міне менде пекинский капустаны осылайша етіп ұзыншақ етіп турап аламыз. Турап алған капустамыздың тамырында осылайша бір ыдысымызға салып бір шетке қоямыз. Менде алдын ала созып алған лағманымды осылайша бөліп аламыз пышақтың көмегімен. Барлығын осылайша етіп бөліп аламыз. Менде 1 килограмм мына жерде лағман.
Ендігі кезекте қуырылып жатқан етіміздің үстіне пиязымыз бен чесногымызды саламыз. Осылайша бір жақсылап қозғап аламыз. Қуырылып жатқан етіміз бен пиязымыздың үстіне болгар бұрышымызды да саламыз. Жақсылап бір араластырып аламыз да, менде мына жерде көк фасоль, маздатқышта тұрған көк фасолімізді да саламыз. Фасоліміздің үстіне менде мына жерде қолдан жабылған томатный паста, осыны да салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Енді 10-15 минутқа бұқтырып қоямыз, өз суына өзі пісіп шығады. Арадан 10-15 минут өткеннен соң қазанымыздың бетіне 1-2 кесе су құямыз осылайша. Кішкене сулы болу үшін суын тартқаннан соң су құйып бетін жауып қоямыз. Менде мына жерде мұз қатып тұрған туралған сельдерейді саламыз. Осылайша дәм береді, өте керемет дәмі шығады. Сельдерейімізді да салып бетін жауып қоямыз. 10-15 минут өткеннен соң ең соңында капустамыздың тамырын саламыз осылайша етіп. Салып жақсылап араластырамыз. Менде мына жерде пісіп қалды. Осыны енді бір ыдысқа босатамыз да, жаңағы сковородкамды жуып, тазалап, ішіне аз ғана май құйып, жаңа лагманымызды қуырып аламыз майға. Осылайша етіп саламыз да, жақсылап отқа, баяу от емес, көтерілген отқа жақсылап қуырып аламыз. Үстіне аз ғана соя суын құямыз көз мөлшерменен. Осылайша етіп қызарғанша қуырып аламыз. Соя суына жақсылап қуырып алғаннан соң үстіне жаңа падлифімізді құямыз да, бір араластырып ыдысымызға салып аламыз. Осылайша жасасаңыздар, бұл жареный лагман болып шығады. Осылайша құйып жақсылап араластырып ыдысымызға салып аламыз. 5 минутқа осылай жақсылап қозғап ыдысымызға саламыз. Міне достар, менің жареный лагманым осылай болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Жаңағы қалған лагманымызды ыдысымызға салып, жаңа суымызды, падлифімізді бетіне құямыз да, осылайша етіп жейміз. Бұл енді гуйру лагман болады. Өте керемет болып шығады. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.